Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында осылай керемет етіп жұмсақ әрі дәмді болып шығатын батон нанның рецептімен бөлісетін боламын. Маңызды сәттерді өткеріп алмас үшін видеоны соңына дейін толық қараңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы сүт, жылы су, тұз, қант, ашытқымызды салып араластырамыз. Сүтімізде, суымызда міндетті түрде жылы болу қажет. Алдын ала еленген ұнымызды осылай салып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымыздың басы біріккен кезде осылай сары майымызды ертіп, қамырымызға қосып, жақсылап илеуі қанғанша қамырды илейміз. Мінеки қамырымызды илеп болдық, өте жұмсақ әрі керемет болып шығады. Енді бетіне сұйық май жағып, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа ашытып қоямыз. Қажет заттардың барлығын мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Тура осылай рецептпен жасасаңыздар, осындай болып жұмсақ қамыр иленеді. Мінеки менің қамырым 1 сағат көлемінде осылай әдемі болып көтеріліп шықты. Енді қамырды осылай басып қайтарып илеп, 2 бөлікке бөліп аламыз. Одан соң бетін жауып 5-10 минутқа тындырып алсаңыздар, қамырыңыз өте жақсы жайылатын болады. Енді қамырды жаятын боламын. Дәл видеодағыдай қалыңдықта жайсаңыздар болады. Қамырды осылай қайырып жасасаңыздар, нанымыздың іші толық пісіп, әдемі болып шығады. Енді қамырымызды осылай дөңгелетіп, батон нан формасына келтіреміз. Мінеки екеуінде осылай жасап алып, формаға салып, бетін жауып, 25 минут тындырып қойыңыздар. Енді жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық сүт құйып жақсылап араластырамыз. Қамырымыз мінеки біршама көтеріліпті. Енді жұмыртқаның сарысын осылай толық барлық жеріне жағып шығамыз. Одан соң нанымыздың бетін осылай пышақпен кесіп шығамыз. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп алыңыздар.
Мінекей үй жағдайында батон нанымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Ортасы толық піскен. Егер де рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.